Қайырлы кеш қыздар, баршаларыңызға. Қалдарыңыз қалай, аман есенсіздер ме, жағдайларыңыз қалай? Бүгін үйде отырып кішігірім инсайт келіп жатыр, содан кейін сіздерге сала қояйыншы деп соны ойлап жатырмын. Қыздар, қараңыздар, көбісі айтады да, бізде неге энергия шашырап жатыр дейді да. Неге бізде энергия жоқ дейді да. Қыздар, қараңыздар, энергия деген не өзі? Энергия деген мен өткенде айттым, энергия қашан пайда болады? Қозғалыс кезде пайда болады. Қозғалған кезде, жүгірген кезде, билеген кезде. Ал неге біз ондай нәрсе жасай алмаймыз? Неге шаршап жатырмыз? Неге қозғала алмай жатырмыз? Значит, біз ниетіміз, ішкі әлеміміз дұрыс болмай кетті. Ішкі ниеттеріміз. Ал ішкі ниет деген не? Ол сенің ойлауын, сенің түсінігін, сенің біреу жайлы пікірін, ойын, мақсатын деген сияқты сондай нәрселер. Ішкі дүниеде болып жатқан нәрселер, ол біздің ниетіміз, Енді қараңыздар. Енді бізде всегда идеальный болып жүре алмаймыз, но бізде қазір ақпарат көп. Ақпарат көп, и біз ананы көреміз, мынаны көреміз, анаумен анау ажырасып, мынаумен мынау бірдеңке қылды. Инстаграм, тикток деген нәрселерді көріп атамыз да, бірін қараймыз, көреміз да, бір қарасаң жылап атасың, бір қарасаң күліп атасың, бір қарап атсам біреулер ұрып атады, біреу соғып атады, әртүрлі ақпараттар, неше түрлі ақпарат миға кіріп жатыр. Сондықтан біздің миымыз не істеп жатыр? Шаршап жатыр. Қорытып үлгермей жатыр ақпаратты. Қорытып үлгермей жатыр. Қайсын бірсе күлкілі болғың келеді, бірсе билегің келеді, бірсе ақылды болғың келеді. Әртүрлі адам әртүрлі ақпарат айтып жатыр ғой. Түсінікті ме? Сондықтан ми алған информация қорыта алмай уже шаршап жатыр. Даже уже тело вообще шаршап жатыр, қозғала алмай жатыр, ми ашып жатыр өйткені. Түсінікті ме? Ми ашып жатқандықтан уже дене қозғала алмайды, мақсаты жоқ өйткені. Әркімді көреді, әркімді осуждать етеді. Ой, анау оңбаған, анау андай, мынау мынандай деген сияқты сондай нәрселермен миы ашып жатыр. Мысалы, кеше біреу ажырасып кетті, ойбай, анау өзіміз кәдімгі үйде отырып аламыз, ойбай, анау ажырасып кетіпті, анау қосылыпты, анау кінәлі, мынау кінәлі деп миллион нәрсе, пікір, ми ашып шаршап жатыр уже. Сондықтан біздің ішкі ниетіміз, ішкі ресурстарымыз дұрыс болмағандықтан біз қозғала алмай жатырмыз. Өйткені шынайы мақсаттарымыз жоқ. Шынайы мақсат жоқ болған кездіктен адамда әрекет болмайды. Өйткені түпкі санаға арнайлап мақсат керек. Мақсат болған кезде бізде әрекет болады. Біз до того көріп шаршап қаламыз, соншалықты балаларымызға қарай алмай жатырмыз. Әркімнің өмірін, тағдырын талқылап кеттік. Сондықтан кім ажырасады, кім қосылады, анау дұрыс, мынау бұрыс деген нәрсе сіздерге керек емес. Ол нәрсе сіздерге не керек? Сіздерге өзіңіздің балансын ұстайтын, миыңызды тынышталдыратын нәрселер керек. Және балаларыңызды оқытуымыз керек, жақсы ұрпақты тәрбиелеп шығуымыз керек. Чтоб Қазақстанымыз өркендеп өсіп не қылу үшін. Түсінікті ме?